Сұрақтарына сәлем. Бұл қазақ story time. Біз бастаймыз. Мен ол үйдің есігін ашқан сәтте ішімнен бір нәрсе үзілді. Қандай иіс екенін айтып жеткізе алмаймын. Жай ғана өлі иіс емес. Одан да тереңірек, одан да ауырақ бір нәрсе. Санамды жарып өтетін, ұмыта алмайтын иіс. Сол күні 20 жыл өтсе де, кейде түнде оянып кетемін. Себебі ол иіс әлі мұрнымда тұр. Мен Ерлан Сейітов. 1997 жылы Ақтауда полицияда жұмыс істедім. Жас едім. 26 жаста. Осы қалаға жаңа келген, бәрін білемін деп ойлайтын, өмірден өткір деп санайтын жігіт. Бірақ сол 14 қарашадағы шақыру мені мүлде бөлек адамға айналдырды. Диспетчер сол таңертең сағат 7-де хабарлады. Дауысы ерекше тыныш болды, тым тыныш. Мұндай тыныштық жаман белгі екенін білемін, адам айтуға да қорыққан кезде дауысы осылай шығады. Ерлан, Жетібай ауданындағы Нұр көшесі, 18 үй. Шақырым бар. Көршілер хабарлаған. Не болды? Иіс деп айтады. Күшті иіс. Бірнеше күн бойы. Соншалықты қарапайым естілді. Иіс. Ескі ғимарат, ескі су құбыры, ескі өлі жануар, бұл Ақтауда жиі болатын нәрсе. Мен серігім Бақытжанды алып машинаға отырдым. Жолда күліп ойнадық. Бақытжан отбасының жаңа туған баласы туралы айтып жатты. Мен оны тыңдадым. Бәрі қалыпты еді. Бәрі үй есігін ашқанша. Нұр көшесі 18, 2 қабатты ескі кеңестік үй. Сыртынан қарапайым. Боялған қабырғасы бозғылт, терезелері кір, бірақ жарылмаған. Есік алдында 2-3 көрші тұр. Бірі жасы 50-ден асқан, бас орамалы қисайған әйел. Бетінде қорқыныш емес, басқа бір нәрсе бар. Жирену. Иә, дәл сол. Сіздер шақырдыңыздар ма? Деп сұрадым. Әйел иегімен үйге ишарат жасады. 4 күн болды. 4 күн. Ешкім шықпады. Менің балам сыртқа шыға алмай отыр, ол иіс. Ол аузын алақанымен жапты. Бақытжан маған қарады. Мен есікке бардым. Тарттым, бекітілмеген екен. Ашылды. Сол сәтте бет алдымнан соққан нәрсе мені бір қадам артқа шегіндірді. Аузымды жаптым, көзім жасаурады. Бақытжан. Уа! Деп дыбыс шығарды да бұрылып қатты жөтелді. Маскаларды ал дедім. Дауысым өзімнің өзіме бөтен естілді. Біз машинадан маска алып қайта кірдік. Дәліз қараңғы. Электр жоқ. Терезелерден бозғылт жарық түседі. Еден ескі ламинат, бір жері сынған. Бірінші бөлмеге бардым. Ашық есік. Ішінде ештеңе жоқ. Бос. Бірақ ол бірдеңе аңқып тұр. Ерлан, деді Бақытжан артымнан. Дауысы өзгерген. Мен бұрылдым. Ол дәліздің ортасында тұр, қолымен артты нұсқап тұр. Жатым бөлмеге қарай. Есігі жартылай ашық. Мен бардым. Есікті итердім. Сол сәттен бастап менің өмірім 2-ге бөлінді. Бұрын және кейін. Бөлмеде 7 адам жатыр. Еденде. Төсектерде. Бұрышта. Олардың бәрі қозғалмайды. Олардың бәрі. Барлығы да. Мен шығып кеттім. Есікті жаптым. Бақытжанға қарадым. Жетеуі дедім. Дыбысым жерден шықты секілді. Бақытжан маған сенбей қарады. Мен оны кері итеріп, радиоға жеттім. Орталық, бұл Сейітов. Нұр 18. Маған кемінде 2 экипаж, жедел жәрдем керек. Дереу. Не болды? 7-ге дейін денені таптым. Тексеруім керек. Орталықта үнсіздік болды. 1 секунд, 2 секунд. Қайталаңыз, Ерлан. 7. Иә. 7. Бірақ үй толық тексерілмеді. Мен телефонды қойдым. Маска астында ауа жетпеді. Сыртқа шықтым.
Ауа жұтып қасиетсіз аспанға қарадым. Ақтаудың аспаны сол күні тым боз болды. Оперативтік тобы 15 минутта жетті. Содан кейін судмедэксперт. Содан кейін басшылар. Содан кейін ауданның прокуроры. Кейін тағы біреу. Мен барлығының алдында тұрдым. Сен ең алғаш кіргенсің, деді майор Дүйсенов маған. Ол жуан, бет-жүзі шашыған адам. Бірақ көзі өткір. Бүгін сен кетпейсің. Мен кетпедім. Сол күн 12 сағатқа созылды. 12 сағат ішінде мен сол үйде тұрдым. Және сол 12 сағат ішінде біз тапқан нәрсе жетеу емес екен. 12 болды. 12 адам. Бір үйде. Бір шаршы метрге сиятындай болып. Ерлер, әйелдер. Жас адамдар. Ортаңғы жастағылар. Тіпті бір бала 14 жас шамасында. Олардың ешқайсысының жанында еш нәрсе жоқ. Телефон жоқ. Құжат жоқ. Сумка жоқ. Жеке зат жоқ. Еш нәрсе. Сіздер кімсіздер? Дегім келді оларға. Бірақ олар жауап бере алмады. Ешқашан бере алмайды. Ең қорқынышты нәрсе иіс емес еді. Ең қорқынышты нәрсе таңбалардың жоқтығы. 12 адам бір үйде өлді. Есіктер бекітілмеген. Терезелер жарылмаған. Күрес белгілері жоқ. Байлау іздері жоқ. Жарақат шамалы. Ешкім қашпаған. Ешкім шыңдамаған. Ешкім шыққысы келмеген секілді. Олар өз еркімен отырды ма онда? Деп сұрады Бақытжан. Мен жауап бермедім. Өйткені сол сұрақтың жауабы менің де ішімді шімірікті. Кешке таман қара суытып кеткен кезде мен алғаш рет үй иесі туралы білдім. Аты Рахым Қалиев, деді тергеуші Асанов, блокнотына қарамай жатқайтып. 5 жыл бұрын осы үйді сатып алған. Жергілікті тұрғын. Туыстары Маңғыстауда бар. Бірақ өзі жалғыз өмір сүрген деп айтады көршілер. Жалғыз. Иә. Жалғыз. Дейді, ешкімді үйіне кіргізбеген. Ал осылар. Дедім мен үйге ишарат жасап. Асанов иығын қысты. Оның иығы. Мен де білмеймін, деді. Мен кешке үйге кеттім. Аялдамада тұрдым. Маршрутка күттім. Жанымда бір кемпір тұрды, ол менен газет сұрады. Мен жоқ дедім. Ол кетті. Маршрутка келді. Мен отырдым. Бірақ ойым сол үйде қалды. Рахым Қалиев. Жалғыз. Ешкімді кіргізбеген. Ал 12 адам табылды. Сол адамдар қайдан келді? Рахым Қалиев қайда кетті? Және ең маңызды сұрақ, бір ізі де жоқ болса, кімнің ізін іздеу керек? Ол түні мен ұйықтамадым. Терезеге отырып Каспийдің ызың еткен желін тыңдадым. Ақтауда желмен бәрі кетеді дейді. Ескі сөз. Желмен бәрі кетеді, желмен бәрі қайтады. Сабыным болмаса да, ізім болмаса да. Таң атқанда телефоным шырылдады. Асанов еді. Ерлан, зертхана нәтижесі келді. Ерте кел. Не болды? Телефонмен айтпаймын. Мен сұраулы үнсіздікте тұрдым. Асанов та үнсіз. Содан кейін ол тырс еткізіп сөзді тапты. 12-і де бір уақытта өлген емес. Қалай? Арасы бар. Бірақ бірінші өлген мен соңғы өлгеннің арасы 3 апта. 3 апта. 3 апта ішінде адамдар бірінен кейін бірі сол үйге келіп сол үйде өлген. Және ешқайсысы шыққысы келмеген. Немесе ешқайсысын шығармаған. Мен сол сәтте телефонымды ұстаған күйі терезеге қарап тұрдым. Каспий алыстан жылтылдайды. Жел ескен жоқ сол таңертең. Бәрі тым тыныш болды. Тым тыныш. Өлгендер де тыныш болды. Тұршыға тыныш. Бір нәрсені білесіз бе? Мен полицияда 8 жыл жұмыс істедім. Бұрында өлілерді көрдім. Апаттар, кісі өлтіру, суицид бәрін көрдім.
Бірақ бұл мүлде бөлек еді. Өйткені қалған барлық жағдайда адамның жүзінде бір нәрсе болады. Қорқыныш, ауырсыну, таңырқау. Бір нәрсе. Бірақ сол 12-інің жүзінде еш нәрсе болмады. Тыныштық. Тіпті бала 14 жасар бала да мүлде тыныш жатты. Бір нәрседен ұйықтап кеткен адамдай. Бұл мені жарты түні оятқан нәрсе болды. Олар қорықпаған. Олар ауырсынбаған. Олар келген. Өз еркімен. Неге? Мен Асановты кері шалдым. Мен 5 минутта жетемін. Асық, деді ол. Өйткені тағы бір нәрсе бар. Ол үйдің подвалы жер асты болатын. Оны ашпадық. Неге? Оның кілті жоқ болды. Кеше. Бірақ бүгін таңертең. Ол тоқтады. Бүгін таңертең кілт табылды. Қайда? 12-шінің соңғы өлгеннің қолында. Жұдырығында. Мен трубканы қойдым. Соңғы адам өліп жатып, жұдырығын жұмды. Жұдырығында подвал кілті. Ол не жасырды? Не немесе кімді? Мен пальтомды ілдім. Есікті аштым. Сыртта ақтаудың суық таңы тұрды. Подвалда не барын мен сол таңертең білмедім. Бірақ білгенімде. Айтайын, сол күні зертхана нәтижесінен де подвалдан да гөрі мені шошытқан нәрсе бір ескі фотосурет болды. 12 адамның ортасынан табылған. Кімнің де болмасын қолтығы жоқ, еденнің астынан шыққан ескі, сарғайған фотосурет. Онда бір адам тұр. Күліп тұр. 12 адам ортасында. Тірі адам. Мен сол адамның жүзін білдім. Таныдым. Бірақ ол мүмкін емес болатын. Мүлде мүмкін емес. Өйткені ол адам 10 жыл бұрын өлген деп санайтын. Мен ол фотосуретті қолыма алғанда саусақтарым дірілдеді. Өзім байқамадым, тергеуші Асанов байқады. Ерлан, қолың. Білемін, дедім. Маған 1 минут бер. Мен бөлмеден шықтым. Дәлізге. Қабырғаға сүйендім. Фотосуретті жоғары кіттім, жарыққа қарай. Ескі, дәуірі кеткен таспа фото. Шеттері қызарған, ортасы ақшыл. Бірақ жүз анық. Ол жүзді мен бір рет қана көрдім өмірімде. Бірақ ұмытпадым. Мұндай жүзді ұмыту мүмкін емес. Ұзын, жіңішке мойын. Оң жақ бетінде туа біткен меңі. Маңдайы биік, шаштары артқа тараған. Және сол көз сәл кішілеу. Балалық кезде бір нәрседен зақымданған. Мұстафа Дәуренов. Мен оны 1988 жылы 9 жасымда бір рет көрдім. Ол біздің ауылға келіп кетті. Апамның туысы еді, алысынан. Бірнеше күн болды да кетті. Сонда апам маған: бұл адамнан аулақ жүр, деді. Неге екенін айтпады. Мен сұрадым. Апам, үлкейгенде түсінесің, деді. Мен үлкейдім. Түсінбедім. Бірақ 1990 жылы мен 11-де болдым, Мұстафа Дәуренов өлді деп хабарлады. Машина апаты. Арал теңізінің жанында. Денесі табылмады деп айтты. Апам ол хабарды естіп ұзақ үнсіз отырды. Жыламады. Тек солай болуы керек еді, деді. Міне сол адам. Сол жүз. Сол меңі. Фотосуретте. 12 өліктің ортасынан табылған фотосуретте. Мен Асановтың жанына қайттым. Мына адамды тани аласың ба? Деп сұрадым, фотосуретті оған ұсынып. Ол алды. Қарады. Иығын қысты. Жоқ. Кім бұл? Білмеймін, дедім. Жалған айттым. Неге жалған айттым? Өзімде білмеймін. Бір нәрсе ішімнен тежет. Бірақ мына фотосуретті қайда тапқанымызды жазып ал. Жазып алдым. 12-ші денені айналасынан. Иә. Мен фотосуретті конвертке салдым. Конвертті дәлелдер қорабына салдым. Қолым дірілдемеді енді. Бірақ іш бауырым мұз болып кетті. Содан подвалға бардық. Подвал үйдің солтүстік бөлігінде.
Тар баспалдақ, темір есік. Кілт ескі, тот басқан, бірақ жұмыс істейді. Ол кілт соңғы өлгеннің Абайдың кейін білдік атын жұдырығынан алынды. Оны аша отырып, Асанов бір сөз де айтпады. Мен де айтпадым. Есік ашылды. Лас, ескі ауа соқты. Бірақ иіс жоғарыдан бөлек. Бұл жерде ылғал, топырақ және тағы бір нәрсе. Тәтті, ашы бір нәрсе. Дәрі иісіне ұқсас. Қолымдағы фонарды жақтым. Баспалдақтан түстім. Подвал кіші. 10 шаршы метр шамасында. Тіке тұруға болады, бірақ шытырлайды. Бір бұрышта ескі сөре. Сөреде бірнеше шыны банка. Қараңғыда банкалардың іші қара. Ортада стол. Столда екі нәрсе. Бірі дәптер. Қалың, жасыл мұқабалы дәптер. Екіншісі кішкентай металл қорап. Мен столға бардым. Дәптерді алдым. Мұқабасын аштым. Бірінші бетте бір сөйлем. Қазақша қолмен жазылған, әрі, анық әріптермен. Мен мұны жасадым. Мен өкінбеймін. Бірақ сен түсінуің керек. Мен дәптерді жабым. Асановқа бердім. Ол алды, оқыды, маған қарады. Кімнің жазуы? Сараптама айтады дедім. Ол металл қорапты аштым. Ішінде кішкентай флакон. Мөлдір сұйықтық. Сыртында жапсырма жоқ. Тек қолмен маркерлеп жазылған екі әріпті. Рахым Қалиев. Сол сұйықтық судмедэксперт кейін айтты, 12-інің барлығының қанынан табылған нәрсе екен. Табиғи, органикалық заттардан жасалған. Күшті есірткіге жататын, бірақ белгілісіз зертханаларда жазылмаған. Өзі жасаған. Рахым Қалиев үй иесі, жалғыз өмір сүрген адам, өзі дайындаған сұйықтықты 12 адамға берген. Бірақ мына сұрақ, ең маңызды сұрақ, олар оны өз еркімен ішті ме? Мен жоғарыға шықтым. Сыртқа шықтым. Темекі тартпаймын, бірақ сол күні Асановтан сұрадым. Ол берді. Мен тарттым. Жөтелдім. Тағы тарттым. Үйдің алдында ауданның прокуроры тұрды. Мен оны таныдым, Наурызбаев. Жуан, сарымсақ жеген адамдай иісі бар, қолы үнемі қалтасында. Ерлан, деді ол маған жақын келіп. Бүгін таппағандарың туралы ешкімге айтпа. Нені? Дәптерді. Флаконды. Фотосуретті. Мен темекіні үзіп тастадым. Неліктен? Тергеу жүреді. Ақпарат шықпасын. Мен оған қарадым. Ол маған қарады. Оның көзінде бір нәрсе бар. Жай тергеу алаңдаушылығы емес. Бұл жеке алаңдаушылық. Ол өзі үшін алаңдайды. Жарайды, дедім. Ол кетті. Мен артына қарадым. Содан кейін мен бір нәрсені байқадым. Дәл содан кейін. Наурызбаев машинасына отырып кеткенде, мен үйге қайта бардым. Дәлізден өтіп ас бөлмесіне кірдім. Ол бөлме бірінші болып тексерілді, бос деп жазылды. Мен де бірінші рет кіргенде бос деп ойладым. Бірақ сол жолы мен стол астына қарадым. Стол астында кішкентай ағаш жәшік. Жасырылған, кілем астына сұғылған. Мен жәшікті алдым. Ашқым келді. Ашылмады. Бекітілген. Мен жәшікті пальтомның ішіне тықтым. Ешкімге айтпадым. Өзімде неге жасағанымды білмедім. Белгісіз бір инстинкт ал. Жәшікті ал, сосын ойлан. Сол күні кешке үйге барғанда мен жәшікті үстелге қойдым. Отырдым. Ұзақ қарадым. Жәшікті ашу керек пе? Ашу заңсыз. Мен дәлелді алып кетіп қойдым. Жазықтымын. Ашпау бәлкім маңызды нәрсені жіберіп алам. Мен ас үйге бардым. Пышақ алдым. Ағаш жәшіктің бекіткішін сықырлата аштым. Ішінде хаттар. Ескі, сарғайған хаттар. Қолмен жазылған. 10 шақты хат. Мен бірінші хатты алдым. Аштым. Жазу еркек қолы.
Сақ анық. Рахым, мен бардым. Сен айтқан адрес бойынша бардым. Бірақ ол жерде ешкім жоқ. Сен маған айтқан нәрсені мен бірнеше рет ойладым. Мен сенемін. Бірақ сен жаңылып жатырсың. Ол адам тірі емес. Оны ешкім тірілте алмайды. Жай адамда, Мұстафада. Мен тоқтадым. Мұстафа. Тағы сол есім. Мен хатты жалғастырып оқыдым. Рахым, тоқта. Тоқтамасаң мен барып айтуға мәжбүр боламын. Кімге айту керек екенін білесің. Олар тыңдайды. Бірақ содан кейін сен де, мен де. Хат осымен бітеді. Ортасынан үзілген. Не жұлып алынған, не жазушы тоқтаған. Мен хатты жинадым. Орындыққа отырдым. Мұстафа Дәуренов менің апамның алыс туысы. 10 жыл бұрын өлді. Денесі табылмады. Фотосурет 12 өліктің ортасынан табылды. Рахым Қалиев үй иесі жоқ. 12 адамды өлтірген немесе өлдіруге себепші болған. Жасырылып кетті. Хатта Мұстафаның аты. Бұл не дегені? Мен сол кеш ұзаққа хаттарды оқыдым. Бәрін. Барлық 13 хатты. Және соңғы хат барлығынан да суытты. Соңғы хат Рахымның өз жазуымен. Мен білемін, бұл хатты ешкім таппайды деп ойлаймын. Бірақ егер тапса, сен жақсы адам боларсың. Тыңда. Мұстафа Дәуренов өлген жоқ. Ол бізді алдады. Ол кеткен. Жаңа атпен, жаңа өмірмен. Мен оны тапқаным, ол менің алдыма келді. Ол маған айтты. Ол маған ұсынды. Мен бас тарттым. Ол кетті. Бірақ кеткенде айтты. Сен мені тоқтата алмайсың. Сен жалғыз адамсың. Бірақ олар өз еркімен келеді. Мен оны тоқтатқым келді. Бірақ мен кеш болдым. Мен хатты жинадым. Терезеге қарадым. Каспий қараңғыда жылтылдайды. Мұстафа Дәуренов тірі. 12 адам өз еркімен сол үйге келген. Бірақ неге? Ол оларға не ұсынды? Және ең маңызды, ол қайда? Мен ертеңіне Асановқа хаттар туралы айтуды жоспарладым. Бірақ ертеңіне таңертең ерте телефоным шырылдады. Белгісіз нөмір. Алло? Үнсіздік. Содан кейін еркек дауысы. Жай, тыныш, мүлде сабырлы. Ерлан Сейітов па? Иә. Кімсіз? Сен жәшікті алдың, деді ол. Жақсы. Мен сені іздеп жүрдім. Мен тасқа айналдым. Кімсіз? Деп қайталадым. Менің атым маңызды емес. Бірақ мен саған бір нәрсені айтайын. Ол хаттарды ешкімге берме. Өйткені сен олардың тізімінде тұрсың. Қай тізімде? Мұстафаның тізімінде. Телефон үзілді. Мен отырып қалдым. Қолымдағы телефон суып кетті. Немесе менің қолым суыды. Мен тізімде. Яғни, мен де солардың бірімін. Мен де сол үйге келуім керек болды ма? Немесе мен де келемін. Мұстафа кімді іздейді? Ол нені іздейді? Және сол сізге бір нәрсе айтайын. Сол таңертең мен айнаға қарадым. Жуындым. Тіс тазаладым. Бетімді сүрттім. Бәрі қалыпты. Бірақ айнада мен бір нәрсені байқадым. Маңдайымда кішкентай, жаңа, ашық таңба. Кешеде жоқ болатын. Мен оны алдын ала байқамадым. Ол үйге кіргенде болды ма? Немесе? Мен подвалда болдым. Мен сол сұйықтықтың жанында тұрдым. Мен не жыттым? Маңдайдағы таңба кішкентай еді. Тырнақтың ұшымен басып қарасам ауырмайды. Қызармаған. Жай ғана бар. Бұрын жоқ болатын, енді бар. Мен оны саусағыммен сүрттім. Кетпеді. Айнаға жақын бардым. Жарықты жақтым. Қарадым. Дөңгелек емес. Ұзынша. 3 сантиметр шамасында. Теріге сіңген секілді, сырттан емес, іштен.
Күйіктің ізі емес. Жараның ізі емес. Мен айнадан бас тарттым. Ас үйге бардым. Шай қойдым. Отырдым. Өзіме өзім айттым. Сенің қиялың. Кешегі күн ауыр күн болды. Миың шаршаған. Кейде адам өзінде жоқ нәрсені іздейді. Мен шайымды іштім. Жұмысқа кеттім. Бірақ автобуста отырып тағы бір рет маңдайымды ұстап қарадым. Таңба бар. Кезекшілікке кіргенде Бақытжан маған ерекше қарады. Ол досым, 7 жылдан астам бірге жұмыс істеген адам. Бетімдегі кез келген өзгерісті байқайтын. Ерлан, не болды? Ештеңе. Жоқ бетің. Бақытжан. Ештеңе болған жоқ. Ол тоқтады. Маған қарады. Сосын бас изеді. Сұрамады. Бірақ көзіндегі сұрақ кетпеді. Асанов кабинетінде мені күтіп отырды. Столдың үстінде сараптама нәтижелері. Ол маған қарамастан. Отыр деді. Мен отырдым. Дәптердің жазуын тексердік. Рахым Қалиевке сәйкес келеді. Бірақ мазмұны. Ол тоқтады. Мазмұны ерекше. Не жазған? Асанов беттерді аударды. Маған береді деп ойладым. Бірақ ол бермеді. Жоғарыға қарады. Ол жазыпты. 12 адамды ол іздемеген. Олар өздері келген дейді. Ол оларды тоқтатпаған. Керісінше жол берген. Неге? Өйткені ол оларға сенген. Мұстафа Дәуреновтің уәдесіне. Мен сол сәтте ішімнен мұздадым. Бірақ бетімде бір нәрсе байқатпадым. Мұстафа Дәуренов кім? Деп сұрадым. Маңдайымдағы таңба дірілдеген секілді болды. Қиялы ма? Білмеймін. Осы жерде, деді Асанов дәптерді нұсқап. Рахым бәрін жазыпты. Мұстафа Дәуренов бала кездегі досы. Балалық кезден. Ауылдастары. Бірге өскен. Бірақ 1985 жылы олар 17 жаста болғанда Мұстафа кетіп қалыпты. Қайда кеткенін ешкім білмеген. Жоғалып кеткен. Содан 10 жыл өтеді. 1995 жылы Мұстафа қайтып келеді. Рахымды табады. Және оған бір нәрсе айтады. Асанов дәптерді ашты. Бір бетті маған қарай бұрды. Мен оқыдым. Рахымның жазуы ірі, бірақ қолы дірілдеген. Мұстафа маған айтты. Өлім жай шекара. Шекараны кесіп өтуге болады. Ол жерде бәрі бар. Ауырсыну жоқ. Жалғыздық жоқ. Жоғалтқандарың бәрі сонда. Тек бару керек. Және ол жолды білетін адам мен ғана. Мен оларды апара аламын. Мен оқуды тоқтаттым. Ол, дедім. Иә, деді Асанов. Ол адамдарды өлімге шақырған. Уәде бере отырып. Екінші өмір, екінші дүние деп. Олар сенді ме? Рахымның жазуы бойынша олар өз еркімен келді. Олардың бәрінің жоғалтқаны бар. Баласын жоғалтқан ана. Әйелін жоғалтқан еркек. Науқастан жапа шеккен жас өспірім. Мұстафа оларды тапқан. Олармен жеке сөйлескен. Оларды сендірген. Ал Рахым оларды тоқтатпаған. Ол жол берген. Есікті ашып берген. Сұйықтықты. Асанов тоқтады. Сұйықтықты ішкізген. Үнсіздік болды. Мен терезеге қарадым. Рахым да ішкен ба? Жоқ. Денесі 12-інің арасында жоқ. Ол кеткен. Мұстафамен бірге. Білмеймін. Мен орындықта отырдым. Миым жұмыс істеп жатыр, бірақ бір жері тоқтап қалған секілді. Асанов, мен саған бір нәрсе айтуым керек. Мен оған бәрін айттым. Жәшік туралы. Хаттар туралы. Таңертеңгі телефон туралы. Тек маңдайдағы таңбаны айтпадым. Ол жеке. Асанов тыңдады. Жазбады. Тек тыңдады. Мен бітіргенде ол. Жәшікті алып кеткенің қате деді.
Бірақ жақсы болды. Неге? Өйткені сол жәшікті мен іздеп жүрдім. Ондай жәшік бар деп ойладым. Бірақ таппадым. Мен оған қарадым. Сен іздеп жүрдің ба? Неге? Асанов орнынан тұрды. Есікке барды. Ашып тексерді. Жапты. Маған бұрылды. Ерлан, мен саған бір нәрсе айтайын. Бірақ бұл кабинеттен шықпайды. Жарайды. Бұл бірінші рет емес. Мен демімді ұстадым. Не деген? Осы қалада 3 жыл ішінде осыған ұқсас 2 жағдай болды. Мен өзім тергеп жүрмін. Ресми түрде жазылмады. Жоғарыдан жазбаңдар деген нұсқау болды. Неше адам? Бірінші жолы 5, екінші жолы 7. 5 плюс 7 плюс 12 24 адам. Иә. Мен орнымнан тұрдым. Барып терезеге қарадым. Каспий алыстан сұр, ауыр. Бәрі бір адам ба? Барлық 3 жағдайда бір ерте типтегі сұйықтық. Бір формула. Бір қол. Мұстафа Дәуренов. Ат айтылмаған. Бірақ иә. Бір адам. Мен тістерімді қыстым. Неге жоғарыдан жазба дейді? Асанов жауап бермеді. Ол жауап бермегенде жауабы бар дегені. Асанов. Ерлан, мен де білмеймін. Шынымды айтам. Бірақ Наурызбаев ол кеше саған не деді? Ештеңе айтпа деді. Иә. Ол маған да сонда айтты. 7 жыл бұрын. Бірінші жағдайда. Мен оған қарадым. Яғни Наурызбаев білген. 7 жылдан бері. Және тоқтатпаған. Асанов иығын қысты. Бұл жолы иығы. Тоқтаталмаған деді. Мен сол күні ертерек шықтым. Наурызбаевтың кеңсесіне бардым. Хатшысы. Ол кетіп қалды деді. Қашан? Бүгін түсте. Қайда? Айтпады. Мен сыртқа шықтым. Күн бататын. Ақтаудың батысы қызыл, ауыр. Сол қызыл жарықта бәрі баяу қозғалады. Адамдар, машиналар, ағаштар. Мен автобус аялдамасына бардым. Отырдым. Жәшіктегі хаттарды ойладым. Мұстафа тірі. 24 адамды өлдірген. Ешкімге ұсталмаған. Наурызбаев 7 жылдан бері білген. Тоқтатпаған. Неге тоқтатпаған? Сол сұрақ менің ішімді жеді. Автобуста. Үйге кеткенде. Кешкі ас ішкенде. Кешкі жаңалықтарды қараңдаған кезде. Тоқта, жаңалықтарда Наурызбаев тұр. Мен теледидарды қаттырдым. Диктор айтты. Ауданның прокуроры Наурызбаев бүгін таңертең Ақтаудан кетті. Ресми себеп денсаулық мәселесі. Орынбасары міндетін атқарады. Мен пультті қойдым. Наурызбаев кетті. Бір күнде. Менімен сөйлескеннен кейін бір күнде. Мен телефонды алдым. Асановты шалдым. Наурызбаев кеткенін білесің бе? Иә. Жаңа естідім. Не ойлайсың? Ерлан. Ол тоқтады. Даусы бұрынғыдан ауыр. Ерлан, жәшіктегі хаттарды саған айтқан адам, сен оны таныдың ба? Жоқ. Белгісіз нөмір болды. Ол саған қалай хабарласты? Телефонмен. Телефон нөмірін сақтадың ба? Иә. Неге? Өйткені Наурызбаев кетпес бұрын, ол менің столыма бір қағаз тастап кеткен. Онда бір телефон нөмірі. Және бір сөйлем. Осы нөмірге сенбе. Мен суып кеттім. Ол нөмір. Иә. Сені шалған нөмір. Трубканы қоя алмадым. Ұстап тұрдым. Белгісіз дауыс маған хабарласты. Хаттарды ешкімге берме деді. Мен тізімдемін деді. Сол дауыс Наурызбаевтың сенбе дегені. Яғни не болды? Сол дауыс Мұстафа ба? Мұстафа маған хабарласты ма? Мен телефонды столға қойдым. Орнымнан тұрдым.
Терезеге бардым. Терезеден Ақтаудың түнгі көшелері көрінеді. Шырақтар сары, жаңбыр жоқ, бірақ ауа ылғалды. Және сол сәтте терезенің алдындағы тротуарда бір адам тұрды. Ол төменде. Мен 3-ші қабатта. Бірақ мен оны анық көрдім. Ол жоғарыға маған қарап тұрды. Жарық жетпейді. Жүзі көлеңкеде. Бірақ дене бітімі. Ұзын мойын. Биік маңдай. Және оң жақ бетіндегі меңі. Жарық жетпейді, бірақ мен білдім. Мен терезені ашқым келді. Айқайлағым келді. Телефонды алып Асановты шалғым келді. Бірақ мен тек тұрдым. Ол адам менің тереземе 1 минут қарады. Содан кейін бұрылды. Кетті. Мен терезе тіреуіне ұстандым. Маңдайымдағы таңба осы сәтте ашып ауырды. Жай ғана ауырды. Секунд ішінде. Содан тоқтады. Мен кейін ұзақ отырдым. Мұстафа менің үйімді білді. Мұстафа мені таныды. Мұстафа мені тізіміне қосты. Ал мен ол адаммен балалық кезде бір рет кездім. 9 жасымда. Ол менің апамның туысы еді. Апамның туысы. Мен телефонды алдым. Апамды шалдым. Ол Маңғыстауда тұрады. Ескі ауылда. 90 жасқа жақын. Апа. Ерланым. Ерте шалдың. Апа, бір сұраймын. Сұра, балам. Мұстафа Дәуренов. Есіңде ме? Телефонда ұзақ үнсіздік. Апа. Неге сұрайсың? Дауысы өзгерді. Мен мұны сезіп қалдым. Маңызды. Айт маған. Ерлан. Ол тоқтады. Демін алды. Ол адам туысым емес еді. Қалай? Мен оны туысым деп айттым. Өйткені шындығын айтуға қорықтым. Шындығы не? Апам ұзақ тыныш тұрды. Содан кейін өмірімде бірінші рет апамның дауысы дірілдегенін естідім. Ерлан, ол адам сенің әкең. Телефон қолымда қалды. Апамның дауысы әлі де желдей тербелген жіп секілді дірілдеп тұрды. Бірақ мен ештеңе айта алмадым. Тілім тас болды. Ойым бос. Бір сөз ғана қалды ішімде. Әкем. Мен өмірімде әкемді көрген емеспін. Апам ешқашан айтқан жоқ. Мен сұрадым, 1 рет, 2 рет, 3 рет сұрадым. Апам кетіп қалды. Ұмыт деді. Мен ұмытуға тырыстым. Ұмыта алмадым. Бірақ уақыт өте келе, ол орын жай бос орынға айналды. Адам жоқ, бос орын бар, соған үйренесің. Ал енді сол бос орында бір жүз. Ұзын мойын, биік маңдай, оң бетіндегі меңі. Апа дедім. Дауысым бөтен. Апа, неге айтпадың? Балам. Неге? Бүкіл өмірімде неге жасырдың? Өйткені ол қауіпті адам болатын. Мен сені қорғадым. Қорғадың. Даусым көтерілді. Өзім байқамадым. Апа, ол адам бүгін маған терезеден қарап тұрды. Оның себебінен 24 адам өлді. Сен мені қорғадың дейсің. Тыныштық. 24 адам деді апам ақырын. Сұраусыз жай қайталады. Даусында таңдану емес. Күйініш. Апа, бәрін айтмаған. Бүгін. Қазір. Бәрін. Апам ұзақ тыныш тұрды. Мен тіршілік еттім. Трубканы құлағыма қысып терезеге қарадым. Тротуар бос. Ол кетті. Ерлан деді апам ақыры. Мен қазір айтамын. Бірақ сен отыр. Тұрма. Отыр. Мен отырдым. Мұстафаны мен 20 жасымда таныдым. Ол менің ауылымнан. Атанасы кедей адамдар. Бірақ Мұстафа ерекше бала болды. Кітап оқитын. Ойлайтын. Бәрін білгісі келетін. Сол ауылда мұндай бала болмаған. Апам демін алды. Ол маған ұнады. Мен оған ұнадым. Жасырмаймын.
Бірақ менің ата-анам қарсы болды. Жарлы дейді. Болашағы жоқ дейді. Мен тыңдадым. Ол кезде тыңдайтынмын. Ол кетіп қалды дедім. Иә. 1985 жылы. Бірақ кетпес бұрын. Апам тоқтады. Бізде бір түн болды. Соңғы түн. Мен түсіндім. Айтпады, бірақ түсіндім. Мен білмедім. Ол кеткеннен кейін білдім. Сен сол түннің жемісісің. Мен терезеге қарадым. Ақтаудың шырақтары жылтылдайды. Бәрі қалыпты. Бәрі сыртынан. Ол білді ме? Менің барлығымды. Білмеді. Мен айтпадым. Ол жоқ болатын. Қайда екені белгісіз. Және апам даусын бәсеңдетті. Және мен қорықтым. Неден? Одан. Ерлан ол кеткенде де ерекше бала болды. Бірақ оның ойлайтын нәрселері. Ол өлім туралы ойлайтын. Үнемі. Балалық кезінен. Өлім соңы емес дейтін. Шекара дейтін. Мен оны тыңдап ішім суитын. Ол 75-ші жылы кеткенде маған бір хат жазды. Қысқа хат. Мен таптым деді. Мен жолды таптым деді. Қандай жол екенін айтпады. Мен хатты өртедім. Сенің атаң Алланың рахметіне бөленген ұмыт деді. Мен ұмыттым. Ал 1995 жылы. Апам тыныш қалды. Жауап беруге дайын болып жатқан адамдай. 1995 жылы ол маған келді. Ауылға. Иә. Ерлан ол өзгермеген болатын. 10 жыл өткен. Бірақ ол дәл сол. Жас. Бет жүзі. Дене бітімі. Бәрі сол күйінде. Мен тістерімді қыстым. Ол маған айтты. Сен барсың деді. Балаң бар деді. Ол Ақтауда деді. Сен айттың ба? Жоқ. Апамның дауысы бірінші рет көтерілді. Жоқ, Ерлан. Мен айтпадым. Мен оны үйден қуып шықтым. Айттым. Кет, бар жерінде бол, баламды іздеме. Ол кетті ме? Кетті. Бірақ кеткенде. Апам тоқтады. Кеткенде ол маған бұрылып қарады. Дауысы тыныш, су. Ол өзі табат деді. Барлығы өзі келет деді. Барлығы өзі келет. Мен сол сөзді ішімде қайталадым. 12 адам өзі келді. Мен тізімдемін. Апам мені іздемесін деп жасырды. Бірақ Мұстафа тапты. Мен апамды тынышталттым. Сақ болуын айттым. Есіктерді бекітуін айттым. Бірақ апам, Ерлан, менен емес, өзіңнен сақ бол деді. Ол саған келеді. Ол уәде береді. Ол уәдесін сендіргіш айтады. Сен тыңдама. Апа, мен полициямын. Полиция оны тоқтата алмайды. Ерлан, тыңда мені. Ол адам емес. Апа, тыңда. Бұрын соңда апам маған осылай айтқан емес. Ол адам болды. Бірақ ол сол жолды тапқаннан бері адам емес. Мен оның көзін көрдім. 1995 жылы. Ол бос. Іші бос. Суық. Мен телефонды қойдым. Ұзақ отырдым. Содан кейін жәшіктегі хаттарды алдым. Тағы оқыдым. Бұл жолы бөлек көзбен. Мұстафаны білген адамның көзімен. 5-ші хатта бір сөйлем. Рахым, ол саған не ұсынды? Ол маған да ұсынды. Менің анам өлген кезде. Ол келді. Аның тірі. Ол жақта тірі. Мен апарамын деді. Мен бас тарттым. Бірақ ойладым. Ұзақ ойладым. 5-ші хатты жазған адам Рахымның досы. Аты Серік. Мен басқа хаттарды ақтардым. Серіктің хаттарын таптым. Шу. Соңғы хатта. Рахым, мен сені соңғы рет ескертемін. Ол адамның уәдесі жалған. Мен мұны білемін. Өйткені мен барып қайттым. Мен тоқтадым.
Барып қайттым. Мен хатты аудардым. Артында қолмен жазылған. Ол жерде ештеңе жоқ. Жай бос. Суық бос кеңістік. Ол сені сол жерге алып барады. Сосын қайтпайсың. Өйткені ол жерден шығатын жол жоқ. Серік. Барып қайтқан. Барып қайтқан дегені не дегені? Мен таңертеңіне ертерек жұмысқа бардым. Асановты іздедім. Таптым, коридорда кофе ұстаған. Серік деген адамды іздеу керек дедім. Кім? Рахымның досы. Хаттарда. Фамилиясын білмеймін, бірақ ақтаулық болуы мүмкін. Асанов кофесін қойды. Хаттарды алып кел. Мен алып келдім. Ол оқыды. Ол жылдам оқитын адам, бірақ осы жолы баяу оқыды. Бет-бетімен. Барып қайттым деді ол. Бұл не дегені? Білмеймін. Бірақ тірі адам жазған. Демек тапса болады. Асанов хаттарды жинады. Маған қарады. Ерлан, бір нәрсе айтайын. Бүгін таңертең жоғарыдан хабар келді. Осы іс жабылды. Қалай жабылды? Тергеу жаңа басталды. Ресми себеп. Топтық суицид. Нашақорлық. Жабық. Мен орнымнан тұрдым. 24 адам өлді. Бір адам жасады. Сен маған жабылды дейсің. Ерлан Асанов даусын бәсеңдетті. Отыр. Тыңда. Мен отырдым. Мен де ренжіп отырмын. Бірақ мықты жоғарыдан хабар келді. Наурызбаев жоқ. Оның орнына жаңа адам. Жаңа адамға бұйрық берілген. Іс жабық. Жаңа адам кім? Асанов тоқтады. Бекжан Сәрсенов. Мен есімді білмедім. Бірақ Асановтың даусында бірдеңе бар. Ол кім? Ол 20 жылдан астам прокуратурада. Астанадан жіберілген. Бірақ не? Бірақ оның аты Рахымның хаттарының бірінде бар. Мен қатып қалдым. Қайда? Асанов 8-ші хатты алды. Маған берді. Мен оқыдым. Рахым, Мұстафа жаңа адамдарды тапты. Мен оларды таныдым. Бірі прокуратурадан. Бекжан деген. Ол Мұстафаның адамы. Ол жауып тастайды. Барлығын жауып тастайды. Мен қорқамын. Мен хатты жинадым. Жаңа прокурор Мұстафаның адамы. Іс жабылды. Яғни бұл жай бір жынды адамның ісі емес. Бұл жүйе. Бұл ұйымдасқан. Асанов дедім. Сен не жасаймыз деп ойлайсың? Ол маған ұзақ қарады. Ерлан, мен 20 жылдан астам осы жұмыста. Мен бәрін көрдім. Бірақ мұндайды көрген жоқпын. Жауап бер. Мен іс қозғай алмаймын. Жоғарыдан жабылды. Бірақ Серікті тап. Ресми емес. Жеке. Ол тірі куә. Ол барған. Ол қайтқан. Ол не көргенін айтса, бәрі өзгереді. Қалай табамын? Хаттарда мекен жайы бармы? Мен ақтардым. Таптым. Соңғы хаттың конвертінде адрес. Ақтау, Достық көшесі, 34 үй. Мен жазып алдым. Мен бүгін барамын. Ерлан Асанов менің иығыма қолын қойды. Абай бол. Сәрсенов бүгін келеді. Ол саған сұрақ қояды. Іс туралы. Сен ештеңе айтпа. Жай полицей болып тұр. Ал хаттар маған бер. Мен жасырамын. Мен хаттарды бердім. Асанов оларды шкафтың түбіне, ескі папкалардың арасына тықты. Мен кабинеттен шықтым. Түске дейін Сәрсенов келді. Әрі, семіз, бірақ жүрісі жеңіл. Сүр костюм. Байлаушы қою қызыл. Ол мен арқылы өтіп кеткенде тоқтады. Сейітов. Иә. Сіз бірінші кіргенсіз. Нұр 18-ге. Иә. Жақсы.
Кешке менің кабинетіме кіріңіз. Ол кетті. Мен артынан қарадым. Оның желкесінде маңдайымдағы таңбаға ұқсас бір нәрсе. Кішкентай. Теріге сіңген. Сол таңба. Сәрсенов те тізімде. Бірақ ол өлген жоқ. Ол жұмыс істейді. Ол жоғарыдан жіберілген. Яғни Мұстафаның адамдарының бәрі өлмейді. Кейбіреуі тізімде тұрып тірі жүреді. Жұмыс жасайды. Олар не үшін тірі? Олар не жасайды? Мен сыртқа шықтым. Достық көшесі 5 минуттық жер. Жаяу бардым. 34 үй, ескі 5 қабатты. Кіреберісте сынған пошта құты. 3-ші қабат, оң жақ есік. Мен қоңырау соқтым. Тыныштық. Тағы соқтым. Ішінен аяқ дыбысы. Баяу, ауыр. Есік ашылды. Алдымда 60 жас шамасындағы еркек. Шашақ, беті сарғайған. Бірақ көзі өткір. Мені бірден сынға алған көз. Серік Жолдасов па? Деп сұрадым. Ол жауап бермеді. Тек маған қарады. Мен полиция. Рахым Қалиев туралы сөйлескім келеді. Ол есікті жауып жіберді ме деп ойладым. Бірақ жоқ. Ол есікті кең ашты. Шегінді. Кіріңіз деді. Мен сізді күтіп отырдым. Мені ме? Сізді емес. Ол маған тесіле қарады. Бірақ сіз сияқты адамда. Мен ішке кірдім. Бөлме қараңғы. Перделер жабық. Диванда ескі кітаптар. Столда жарты стакан су. Серік отырды. Маған орын ұсынды. Мен отырдым. Ол маған қарады. Маңдайыңызда таңба бар деді ол. Мен қолыммен маңдайымды жаптым. Байқадыңыз ба? Иә. Мен де осындай болдым. Сізде де? Болды. 1 жыл бойы болды. Сосын Серік терезеге қарады. Ауыр, баяу. Сосын мен сол үйге бардым. Мұстафаның үйіне. Және мен сол жаққа өттім. Өлдіңіз бе? Жоқ. Ол маған қарады. Бет жүзінде ештеңе жоқ. Тыныш. Мүлде тыныш. Өлген жоқпын. Бірақ бардым. Ол жақта болдым. Не көрдіңіз? Серік аузын ашты. Жапты. Тағы ашты. Сол нәрсені айтуға сөз жетпейді. Бірақ бір нәрсені айтамын. Айтыңыз. Ол жерде ол айтқандай емес. Туыстарыңыз жоқ. Тыныштық жоқ. Бақыт жоқ. Ол жер тірі де емес, өлі де емес. Ол жер жай ғана. Ол сөзді іздеді. Ол жер Мұстафаның жер. Тек оның. Не дегені? Ол сол жерді жасады. Ол адамдарды жинайды. Неге екенін мен білмедім. Бірақ кейін түсіндім. Неге? Серік маған тікелей қарады. Өйткені ол жалғыз. Ол жақта жалғыз. Және ол жалғыздықтан шыдай алмайды. Мен оны түсіндім. Түсіндім де мұздадым. Мұстафа Дәуренов менің әкем. 24 адамды өлтірген. Жалғыздықтан шыдай алмайтын. Және ол мені іздейді. Жалғыз баласын іздейді. Мен орнымнан тұрдым. Серіктің есігіне бардым. Тағы бір нәрсе деді Серік артымнан. Мен тоқтадым. Таңба белгі. Ол сізге белгі салды. Яғни ол сізді таңдады. Не үшін? Сізді сол жерге алып кеткісі келеді. Бірақ сізді өлтіргісі келмейді. Неге? Өйткені сіз оның баласы. Ол сізді тірі алып барғысы келеді. Тірі алып барғысы келеді. Мен сол сөзді есікте тұрып естідім. Серік айтты да қолын тізесіне қойып терезеге қарап отыра берді. Маған қарамады. Айтты да бітті. Өзі үшін айтқан секілді. Ескі жарасын тағы бір рет ұстап қараған адамдай. Мен сыртқа шықтым. Кіреберісте тоқтадым. Қабырғаға сүйендім.
Бетімді суық бетонға тидірдім. Ақтаудың суығы өзгеше. Теңіз суығы. Жетет. Терең жетет. Тірі алып барғысы келеді. Яғни ол мені өлтіргісі келмейді. 12 адамды өлтірді. 24-ті өлтірді. Бірақ мені жоқ. Мені ол жаққа. Өзімен бірге. Балалық кезінен жалғыз болған адам. Кеткен. Жоғалған. Өлді деп саналған. 10 жыл жоқ болған. Содан жол тапқан. Өлімнен өтетін жол. Бірақ ол жолда жалғыз қалған. Және ол адамдарды жинайды. Жалғыздықтан шыдай алмайды. Серік дұрыс айтты. Бірақ бір нәрсені айтпады. Немесе айтпады ма? Айтты. Маңдайдағы таңба белгі. Мені таңдады. Мені баласын таңдады. Мен далаға шықтым. Суық жел соқты. Жеңілдім. Немесе жеңілгендей болдым. Ойым тым ауыр. Тым күрделі. Асановқа барайын деп ойладым. Барлығын айтайын. Серікті, Мұстафаны, маңдайдағы таңбаны. Бірақ Асанов не жасай алады? Іс жабылды. Сәрсенов Мұстафаның адамы. Жоғарыда бұйрық берілген. Мен жалғыз. Тура Мұстафа секілді жалғыз. Бұл ой маған ұнамады. Ішімнен бір нәрсе, жирені. Мен оған ұқсамаймын. Мен оның баласы болсам да ұқсамаймын. Мен үйге бардым. Есікті қостым. Перделерді жаптым. Столға отырдым. Дәптер алдым. Жаза бастадым. Бар білгенімді. Бар естігенімді. Мұстафа Дәуренов. Рахым Қалиев. Серік Жолдасов. 24 адам. Сәрсенов. Наурызбаев. Барлығын жаздым. 1 сағат жаздым. Содан дәптерді жаптым. Конвертке салдым. Конвертке Асановтың үй адресін жаздым. Егер мен жоғалсам, ол таппасын, бірақ кейін бір күні ашылсын деп ойладым. Дәптерді шкафтың ең үстіңгі жеріне қойдым. Содан ұйықтадым. Немесе ұйықтауға тырыстым. Жарты түнде телефон шырылдады. Серік еді. Сіз кеттіңіз, деді ол. Мен бір нәрсені айтпадым. Айтыңыз. Мен сол жерден қайтқанда Мұстафа мені жібермеді. Мен өзім шықтым. Бірақ ол соңынан айқайлады. Не деді? Сен қайтасың, деді. Барлығы қайтады, деді. Мен тыңдадым. Және тағы бір нәрсе айтты. Балам бар, деді. Ол келет, деді. Ол өз еркімен келет. Мен трубканы ұстаған қолымды сезіп қалдым. Саусақтарым су. Қашан айтты бұны? 10 жыл бұрын. Сізден 10 жыл бұрын. 10 жыл бұрын мен 16-да болдым. Ол сонда 16 жасымда тізіміне қосқан. Серік, дедім. Сол жерден қалай шықтыңыз? Тыныштық. Айтсам сенбейсіз. Айтыңыз. Мен ол жерде бір нәрсені ойладым. Күшті ойладым. Және сол ой мені тартып алды. Қандай ой? Ұялдым. Серіктің дауысы дірілдеді. Алғаш рет. Мен ол жерде барлығымды ойладым. Баламды. Анамды. Достарымды. Және ұялдым. Олардың алдында ұялдым. Өйткені мен өз еркіммен бардым. Мұстафаның уәдесіне сендім. Соған ұялдым. Ұят сізді шығарды ма? Иә. Мен ол жерге, ол секілді жалғыздықтан бардым. Ал ұят маған олардың барлығын есіме салды. Мен жалғыз емеспін дегізді. Мен трубканы ұстап ұзақ тұрдым. Рахмет, Серік. Сейітов, деді ол. Маңдайдағы таңба жоғалмайды. Ол сізді табады. Таңдады. Бірақ таңдады дегені сіз де таңдай аласыз. Ол жаққа бармауды таңдай аласыз. Қалай? Жалғыз болмаңыз. Телефон үзілді. Мен жатып алдым. Көзімді жаптым. Ұйықтамадым.
Тек жаттым. Таңертеңіне жұмысқа бардым. Сәрсеновтың кабинетіне кірдім. Ол мені күтіп отырды. Үстелінде менің барлық жұмыс папкаларым. Отырыңыз, Сейітов. Мен отырдым. Ол маған қарады. Ұзақ қарады. Маңдайыма қарады. Жақсы ұйықтадыңыз ба? Жарайды. Нұр 18 туралы бәрін айтыңыз. Ресми рапорттан тыс. Ресми рапортта бәрі бар. Сейітов. Дауысы жай. Суық жайлылық. Мен сізге дұшпан емеспін. Мен жай жұмысымды атқарамын. Мен де. Ол папканы ашты. Мен жазған рапорт. Оқып шықты. Жапты. Жәшік туралы жазбапсыз. Мен жүрегім суып кеткенін сездім. Бірақ бетіме шығармадым. Қандай жәшік? Ас бөлмесінің стол астынан алынған жәшік. Бос бөлме болды. Ештеңе табылмады. Сәрсенов маған ұзақ қарады. Сейітов, мен сізге бір нәрсе айтайын. Жеке ретінде. Тыңдаймын. Сіз жас. Жақсы полицей. Болашағыңыз бар. Осы іске тереңдеп кетпеңіз. Іш жабылды. Бітті. Жүріңіз. Неге жабылды? Себебі жабылуы керек. 24 адам өлді. Топтық суицид. Сіз өзіңіз сенесіз бе соған? Сәрсенов тоқтады. Маған тесіле қарады. Содан бірдеңе болды. Оның бет жүзінде бір секундқа бір нәрсе жылтылдады. Жай адамша. Шаршаған, жеңілген адамша. Жоқ, деді ол ақырын. Сенбеймін. Мен күтпедім оны. Сонда неге? Өйткені мен де жоғалтқанмын. Даусы ең ақырын. Мен де жоғалтқанмын. Және ол келді. Маған да келді. Маңдайымдағы таңба сол сәтте тағы ашып ауырды. Сәрсенов та тізімде. Сәрсенов та Мұстафа жіберген. Бірақ ол таңдау жасады. Іске бармады. Орнына Мұстафаның бұйрығын орындады. Неге? Өйткені жоғалтқаны бар. Өйткені Мұстафа оған уәде берді. Ол уәдені сақтау үшін. Сәрсенов, дедім. Ол сізге не уәде берді? Ол маған қарады. Ұзақ. Баламды, деді ол. Менің балам 3 жыл бұрын кетті. Жол апаты. 22 жаста. Мен үндемедім. Мұстафа келді. Ол тірі, деді. Ол жақта тірі. Мен оны саған апарамын, деді. Сендіңіз бе? Мен? Сәрсенов тоқтады. Мен сену керек болмайтынын білдім. Бірақ сенгім келді. Бұл екі бөлек нәрсе. Мен оны түсіндім. Өте жақсы түсіндім. Ол кімді жоғалтқандарды таңдайды, дедім. Иә. Ал менше? Мен ешкімді жоғалтқан жоқпын. Сәрсенов маған қарады. Оның көзінде жауап бар. Бірақ айтпады. Айта алмады ма? Айтқысы келмеді ме? Білмеймін. Сіз бөлек, деді ол. Неге? Өйткені сіз оған ұқсайсыз. Ол маған айтты. Оны ешқашан жоғалтқан жоқ. Бірақ ол менікі, деді. Менікі? Мен орнымнан тұрдым. Рапорт сол күйінде. Өзгертпеймін. Сейітов. Сәрсенов, дедім. Сіздің балаңыз сол жерде жоқ. Серік Жолдасов сол жерде болған. Ол айтты, ол жерде ештеңе жоқ. Жай бос кеңістік. Мұстафаның кеңістігі. Сәрсенов бетін қолымен жапты. Мен шықтым. Коридорда Бақытжан тұрды. Ол маған қарады. Оның бет жүзінде бұрынғы сол сұрақ. Мен оны кеше байқадым. Бүгінде бар. Ерлан, саған бір нәрсе айту керек. Айт. Кеше кешке. Мен сенің үйіңнің алдынан өттім. Таныс адаммен кездесіп бара жатқанмын. Сенің терезеге қараймын деп ойладым. Ол тоқтады. Ерлан, сенің терезенің алдында бір адам тұрды. Білемін, дедім.
бір рет емес. Бақытжанның дауысы бәсеңдеді. Мен оны бірінші рет көрдім. Кеттім. 90 метр кетіп бұрылып қарадым. Ол тағы да тұр. Жоғарыға қарап. Мен тағы кеттім. Аялдамаға жеттім. Артыма қарадым. Не болды? Ол аялдамада тұрды. Маған қарап тұрды. Мен тоқтадым. Ол сені де байқады. Иә. Бақытжанның беті боз. Ерлан, ол кім? Мен оған не айтарымды білмедім. Барлығын айта алмаймын. Бақытжанның жаңа туған баласы бар. Оның үйі бар. Оның өмірі бар. Жай бақылаймыз дедім. Сен алаңдама. Жоқ, Ерлан. Мен алаңдаймын. Өйткені ол қалтасынан бір нәрсе алды. Кішкентай қағаз. Бүктелген. Ол кеткенде жерде қалды. Мен алдым. Мен қағазды алдым. Аштым. Онда бір ғана сөйлем. Қолмен жазылған. Бақытжанға емес, маған. Ерлан, уақыт келді. Мен сені оқытуға дайынмын. Бірге болайық. Оқытуға. Мен қағазды жинадым. Бақытжанға қарадым. Сен үйге бар дедім. Баланды қара. Ерлан. Бақытжан. Үйге бар. Бүгін жұмысқа шықпа. Науқаспын де. Үйде бол. Ол маған қарады. Ол 7 жылдан бергі досым. Ол менің даусымнан ауырлықты сезді. Жарайды деді ол ақырын. Мен оны жіберіп коридордан өттім. Сыртқа шықтым. Бір орынға отырдым. Оқытуға дайынмын. Яғни Мұстафа мені өлтіргісі келмейді. Мені ол жаққа алып кетпекші де емес. Ол мені жанына алғысы келеді. Осы жерде. Тірі күйінде. Ол нені жасайды? Адамдарды жинайды. Жол көрсетеді. Жіберіп тастайды. Ол мені де солай жасатқысы келеді. Баласын мұрагер қылғысы келеді. Мен қолымдағы қағазға қарадым. Апам айтты. Ол адам емес. Серік айтты. Ол жерде ештеңе жоқ. Сәрсенов айтты. Мен де сенгім келді. Және барлығы сенді. Бірі өзі барды. Бірі жіберді. Бірі жап тастады. Менше. Мен не жасаймын? Мен телефонды алдым. Апамды шалдым. Апа. Ерланым. Жақсы ма? Жақсы. Апа, мен бір нәрсе сұраймын. Сұра. Мұстафа кеткенде. Бізде соңғы түн болды дедің. Ол кеткенде ол не деді? Апам тыныш тұрды. Не деді? Мен табамын деді. Апамның дауысы жіңішке, алыс. Жолды табамын. Содан саған оралам деді. Мен ойлады. Жас жігіттің романтикасы. Ұмыттым. Ол оралды. Иә. Бірақ бөлек адам болып. Ерлан. Апа, мен сені жақсы көремін. Ерлан. Неге осылай айтасың? Жай. Ұзақ айтпадым. Балам, апамның дауысы дірілдеді. Ерлан, сен жаман нәрсе жасағалы тұрсың. Жоқ, апа. Жоқ емес. Мен білемін. Сен оған барғалы тұрсың. Мен жауап бермедім. Ерлан. Апа, мен ештеңе жасамаймын. Тыныш бол. Онда ант бер. Апа. Ант бер, балам. Мен тоқтадым. Антпен айтамын. Мен оған бармаймын. Апам бір сәт тыныш тұрды. Содан сенемін деді. Бірақ Ерлан. Ол сені тастамайды. Ол тапқан. Ол таңба салған. Ол сені жібермейді. Білемін, апа. Онда не жасайсың? Мен аспанға қарадым. Ақтаудың аспаны сол күні ашық болды. Бір ғажап таза ашық. Мен оны тоқтатамын дедім. Апам ұзақ үнсіз тұрды.
Ерлан. Оны тоқтату мүмкін емес. Барлығы мүмкін емес дейді. Ешкім тырыспаған. Өйткені тырысқандар. Апа. Не? Тырысқандар не болды? Апам жауап бермеді. Апа айтмаған. Жоғалды деді апам ақырын. Тырысқандар жоғалды. Іздері де қалмады. Мен трубканы ұстап тұрдым. Тырысқан адамдар болды ма, апа? Мұстафаны тоқтатуға. Иә. Кімдер? Маңғыстауда бір адам болды. Есімі Жағыпар. Полиция емес. Жай адам. Ауылдық. Бірінші жағдайдан кейін ол іздеді. Табуға тырысты. Не болды оған? 1 жылдан кейін жоғалды. Ешкім таппады. Тағы? Журналист болды. Жас қыз. Алматыдан. Ол да іздеді. Ол да жоғалды ма? Иә. Жарты жылдан кейін. Мен есептедім. Жағыпар. Журналист қыз. Тағы кімдер болды? Апа, олардың аттарын білесің бе? Жағыпардың фамилиясы Бейсенов. Журналистің аты Аяжан. Аяжан Мамбекова. Мен жазып алдым. Рахмет, апа. Ерлан. Апамның дауысы жылады. Дауысы жыламаса да жылады. Ерлан, абай бол. Өтінем. Сенің ғана сенің. Жалғызым сен ғана. Білемін, апа. Білемін. Мен трубканы қойдым. Аяжан Мамбекова. Жас журналист. Алматыдан. Мен телефоннан іздедім. Тез таптым. Ол 3 жыл бұрын хабарсыз кетті деп жазылыпты. Іздеу тоқтатылған. Іс жабылған. Ол да жабылған. Бірақ содан ары қарай бір сілтеме. Оның блогы. Соңғы жазба жоғалмас бірнеше күн бұрын. Мен аштым. Оқыдым. Мен оны таптым. Мен оны бетпе-бет көрдім. Ол мен ойлағандай емес. Одан да қорқынышты. Бірақ одан да түсінікті. Мен жазбаймын. Өйткені жазсам сенбейсіздер. Тек бір нәрсені айтамын. Оның күші сіздің жалғыздығыңызда. Сіз жалғыз болмасаңыз, ол жетпейді. Соңғы жол. Мен экранға тесіле қарадым. Оның күші сіздің жалғыздығыңызда. Серік те айтты. Жалғыз болмаңыз. Аяжан да айтты. Жалғыз болмасаңыз жетпейді. Мұстафа Дәуренов жалғыздықтан жасалған адам. Жалғыздар іздейді. Жалғыздарды тапқыш. Жалғыздардың жанына жетеді. Ал мен жалғызбын. Үйленбедім. Балам жоқ. Досым Бақытжан, оны жібердім. Апам алыста. Мен мүлде жалғызбын. Мұстафаға тап-тура. Мен орнымнан тұрдым. Шешім қабылдадым. Бірден. Ойламастан. Немесе ойлап болдым, жай айтуға дайын болдым. Мен Мұстафаны іздеймін. Бірақ жалғыз емес. Мен Бақытжанды шалдым. Ол үйде екен. Бақытжан дедім. Кеше кешкі сол адам туралы. Мен саған бәрін айтамын. Бәрін. Тыңдай аласың ба? Тыңдаймын. Ол менің әкем. Тыныштық. Қайталашы. Ол менің әкем. Және ол 24 адамды өлтірген. Бақытжан ұзақ тыныш тұрды. Ерлан. Иә. Мен бара жатырмын. 10 минутта боламын. Телефон үзілді. Мен терезеге бардым. Тротуарға қарадым. Бос. Ешкім жоқ. Бірақ маңдайымдағы таңба сол сәтте жылыды. Жай ғана жылыды. Суық емес, жылы. Жақын секілді. Ол жақын. Бақытжан 10 минутта келді. Есікті ашқанда ол маған қарады. Қолында баласының суреті. Ерлан деді. Мен қорқамын. Бірақ сен жалғыз болмауың керек. Білемін. Айт. Бәрін айт.
Мен айта бастадым. Ол тыңдады. Барлық бір сағат тыңдады. Бетінде таңырқау, қорқыныш, сенбеушілік. Бірақ тыңдады. Тоқтатпады. Мен бітірдім. Ол отырып қалды. Ерлан, деді ол ақыры. Мен полицеймін. Мен заң тілімен ойлаймын. Бірақ бұл заң аясынан тыс. Білемін. Не жасаймыз? Мұстафаны табу керек. Тікелей. Бетпе-бет. Содан мен тоқтадым. Содан не болатынын білмеймін. Бақытжан маған қарады. Ұзақ. Жарайды, деді ол. Мен сенімен. Сол кеші біз екеу отырып жоспар жасадық. Аяжан Мамбекованың блогы. Жағыпар Бейсенов. Рахымның хаттары. Серіктің сөздері. Түн ортасында Бақытжан ұйықтап қалды. Диванда. Мен жаппадым. Тиіспедім. Жай отырдым. Және сол түн ортасында телефоным дірілдеді. Хабарлама. Белгісіз нөмір. Бір ғана сөйлем. Ертең. Нұр 18. Мен сені күтемін. Мен хабарламаны жаптым. Бақытжанға қарадым. Ол ұйықтайды. Тыныш тыныстайды. Баласының суреті қолынан түсіп кеткен еденде жатыр. Мен суретті алдым. Диванның жанына қойдым. Ертең. Нұр 18. Мен барамын. Бірақ оның шарты бойынша емес. Мен өз шартыммен барамын. Мен жалғыз болмаймын. Және мен оның баласы болсам да оны тоқтатамын. Өйткені 24 адам бар. Аяжан бар. Жағыпар бар. Рахым бар. Және маңдайымдағы таңба бар. Бәрі үшін. Ертең. Таң атпай тұрып ояндым. Терезеден сыртқа қарадым. Ақтаудың таңы сұр, ауыр, желсіз. Каспий алыстан қозғалмайды. Тастай қатқан секілді. Тіпті теңізде тыныштап қалған күн бар, сол күн солай болды. Бақытжан диванда ұйықтайды. Мен оны оятпадым. Асүйге бардым. Шай қойдым. Ішпедім. Тек ұстадым. Ыстық кружканы ұстап терезеге қарап тұрдым. Нұр 18. Мен сол үйді алғаш рет ашқан күннен бері 15 күн өтті. 15 күн ішінде менің өмірім мүлде бөлек болды. Мен бұрын жай полицей едім. Маңдайымда таңба жоқ еді. Мұстафа Дәуренов деген есім менің тіршілігімнің жанынан да өтпеген еді. Енді бәрі бар. Және ертең емес, бүгін мен сол үйге барамын. Бақытжан оянды. Дивандан тұрып маған қарады. Қарбаласпады, сұрамады. Тек, шай бар ма? Деді. Бар. Ол асүйге кірді. Мен кружканы қойдым. Бақытжан. Иә. Сен бармайсың. Ол маған қарады. Қайталашы. Бүгін мен жалғыз барамын. Кеше сен жалғыз болмаймын дедің. Білемін. Бірақ кеше ойладым. Серік айтты. Жалғыздық оның күші. Мен жалғыз барсам, ол мені тарталмайды. Өйткені мен жалғыз емеспін. Сен осында боласың. Апам сол жерде. Бәрің менімен. Бірақ сен сол үйге кірмейсің. Ерлан, бұл сенің қорқынышың сөйлейді. Жоқ. Мен оған тура қарадым. Бұл менің шешімім. Бақытжан, сенің баланың суреті диванда жатыр. Сен оның үйіне қайтасың. Ол есіктен кіргенде сені көруі керек. Ол ұзақ тұрды. Егер сен қайтпасаң. Қайтамын. Егер. Мен тоқтадым. Егер қайтпасам, Асановқа бар. Шкафтың үстінде конверт бар. Ол конвертте бәрі жазылған. Бәрі. Ол жетеді. Бақытжан маған қарады. Ол жылап жіберді ме деп ойладым. Жыламады. Тек иегін қысты. Істерін қысты. Жарайды, деді ол. Бірақ 2 сағат. 2 сағаттан кейін хабарласпасаң, мен барамын. Жарайды. Ол кетті.
Есік жабылды. Мен жалғыз қалдым. Жалғыз, бірақ жалғыз емес. Мен пальтомды киіп сыртқа шықтым. Нұр 18-ге жаяу бардым. Машина алмадым. Радио алмадым. Тек өзім. Жаяу. Ақтаудың таңғы бос көшелерімен 15 минутта жеттім. Үй сол күйінде. Сыртынан ештеңе өзгермеген. Бозғылт қабырғалар. Кір терезелер. Есік алды бос. Бірде-бір адам жоқ. Тергеу лентасы желдей тербеледі. Мен есікке бардым. Тарттым. Ашылды. Ішке кірдім. Иіс жоқ. 15 күн ішінде желдетілген. Бос. Тыныш. Бірінші бөлмеге кірдім. Бос. Ас бөлмесіне кірдім. Бос. Жатын бөлмеге кірдім. Бос. Бірақ мен білдім, ол осында. Маңдайымдағы таңба сезді. Жылы болды. Жақын. Мұстафа дедім. Дауысым дәлізге кетті. Мен келдім. Тыныштық. Содан баспалдақтан дыбыс. Жер асты. Подвал. Мен подвалға бардым. Темір есік ашық. Мен бұрын жаппаған болуым мүмкін. Немесе ол ашқан. Баспалдақтан түстім. Подвал жарықталған. Кішкентай шам, бұрышта. Стол бар. Бірақ енді столда 2 орындық. Бір орындықта еркек отыр. Ол маған қарады. Ұзын мойын. Биік маңдай. Оң бетіндегі меңі. Шашы артқа тараған. Сол көзі кішілеу. Дәл фотосуреттегідей. Дәл апам суреттегендей. Мен оны 9 жасында бір рет көрдім. Бірақ ол өзгермеген. Сол қалпында. Жас. Тіпті сол кезден де жас болуы мүмкін. Ерлан деді ол. Дауысы жай, тыныш, жылы. Жылы дауыс. Мен күткен суықтық жоқ. Мұстафа. Отыр. Тұрамын. Ол иығын қысты. Маған қарады. Оның көзінде не бар? Мен іздедім. Апам айтты, бос. Серік айтты, су. Бірақ мен бөлек нәрсе көрдім. Жалғыздық. Мүлде жалғыз адамның көзі. Сен менің баламсың, деді ол. Жай. Сенімді. Білемін. Мен саған ұзақ жол жүрдім. Білемін. Сен ренжімейсің бе? Оның даусында бір нәрсе. Нақты бір нәрсе. Ол шынымен сұрады. Актерлік жоқ. Жай сұрады. Мен оған қарадым. Ренжимін дедім. 26 жыл ренжідім. Бірақ бүгін сол үшін келген жоқпын. Неге келдің? 24 адам үшін. Мұстафаның бет жүзі өзгермеді. Бірақ бір нәрсе жылжыды. Ішінде бір нәрсе. Олар өз еркімен келді. Білемін. Сен оларды сендірдің. Мен шындықты айттым. Жоқ. Мен бір қадам жасадым. Серік Жолдасов сол жерде болды. Ол айтты, ол жерде ештеңе жоқ. Тек сенің кеңістігің. Мұстафа тоқтады. Серік, деді ол. Даусында алғаш рет бір нәрсе пайда болды. Жіңішке, өткір нәрсе. Серік шықты. Мен оны жіберген жоқпын. Ол өзі шықты. Иә. Өйткені ол жалғыз емес болды. Олардың бәрі жалғыз болды. Мұстафаның дауысы алғаш рет көтерілді. Олар жалғыз келді. Мен оларды таптым. Мен олардың ауырсынуын сезіп кездедім. Сен оларды пайдаландың. Мен оларға жол бердім. Қайда? Менің де дауысым көтерілді. Қайда жол бердің? Сол бос кеңістікке ма? Өзің жасаған суыққа ма? Мұстафа орнынан тұрды. Ол биік. Одан биік деп ойламадым. Тік тұрды. Бетінде бірдеңе жанды. Бұрын жоқ нәрсе.
Ашу ма? Жоқ, ашу емес. Ауырсыну. Сен жас. Сен білмейсің. Мен сол жерде жалғыз болдым. Ол жер суық. Ол жер бос. Білемін. Бірақ ол жер мен жасаған. Мен оны толтыра аламын. Уақыт керек. Адамдар керек. Содан ол жер жылынады. Мен оған қарадым. Сен жалғыздықтан қорқасың. Мен жалғыздықта өлдім. Сен өлген жоқсың. Сен адамдарды алып кеттің. Олар өлді. Олар сол жерде тірі. Жоқ. Менің дауысым бүкіл подвалды толтырды. Мен өзім шошып кеттім. Бірақ тоқтамадым. Жоқ, Мұстафа. Олар тірі емес. Сен олардың туыстарынан айырдың. Олардың балаларынан айырдың. Сен оларды алдадың. Мұстафа үнсіз тұрды. Аяжан Мамбекова дедім. Жас журналист. Ол да сенді іздеді. Ол да жоғалды. Ол не жасады саған? Жағыпар Бейсенов жай ауылдық адам. Ол не жасады? Мұстафа жауап бермеді. Олар тоқтатпақ болды. Сен оларды жоғалттың? Бұл да жол беру ма? Олар кедергі болды. Олар адам болды. Үнсіздік. Подвалда тек шамның ызыңы. Жіңішке, жалғыз дыбыс. Мұстафа маған қарады. Ол мен ойлаған адам емес еді. Мен монстр күттім. Суық, жан жоқ, тас. Апам айтқандай. Бірақ алдымда жай адам тұрды. Жалғыз адам. Қателескен, адасқан, бірақ адам. Мұстафа дедім. Даусымды бәсеңдеттім. Сен неге кеттің? 1985 жылы. Неге кеттің? Ол тоқтады. Ауылда ештеңе болмады. Мен білгім келді. Барлығын білгім келді. Өлімнен кейін не бар білгім келді. Және таптың. Таптым. Оның дауысы бәсеңдеді. Таптым. Бірақ ол тоқтады. Ұзақ тоқтады. Бірақ кері жол жоқ болды. Қалай жоқ? Мен сол жаққа толық өттім. Өткен адам қайтпай. Серік жартылай өтті. Сол үшін қайтты. Мен толық өттім. Мен мұнда бола алмаймын. Бірақ сен осындасың. Уақытша. Оның дауысы ең ақырын. Мен бұл жаққа келгенде аздап. Тез шаршаймын. Содан қайтуым керек. Ол жаққа. Иә. Жалғыз. Ол жауап бермеді. Мұстафа. Сен жалғыздықтан қорқасың. Білемін. Бірақ адамдарды өлтіру жалғыздықтан құтқармайды. Ол жер бос болады. Барлығын алып барсаң да бос болады. Өйткені ол жер сенің жалғыздығыңнан жасалған. Сен баламсың. Сен келсең. Жоқ. Ерлан. Жоқ. Мен оған тура қарадым. Мен келмеймін. Бірақ саған бір нәрсе айтамын. Не? Сен маған оралуды ойладың. 10 жыл бұрын апама келдің. Балам бар дедің. Сен оралғың келді. Балаңды көргің келді. Бұл адамша. Бірақ сен дұрыс жолды таңдамадың. Мұстафа үнсіз тұрды. Сен маған тергеу барысында келдің. Терезеден қарадың. Хабарлама жібердің. Оқытамын дедің. Яғни сен де іздедің. Мені іздедің. Бірақ жалғыздықтан емес, ол да маңызды. Балаң деп іздедің. Иә. Мен сол ізді байқадым. Менің дауысым шайқалды. Өзім байқамадым. Мен де сені іздедім. Бүкіл өмірімде іздедім. Апам жасырды. Бірақ іштен іздедім. Мұстафа маған қарады. Оның көзінде бір нәрсе пайда болды. Алғаш рет. Жылы нәрсе. Суық емес, бос емес, жылы. Ерлан. Бірақ мен саған жол берем деп емес. Мен саған шындықты айтып тұрмын.
Сен жалғыз. Мен жалғыз болдым. Апам жалғыз болды. Бірақ шешім осы ма? Адамдарды өлтіру осы ма? Ол жауап бермеді. 24 адамды қайтара аласың ба? Жоқ. Аяжанды қайтара аласың ба? Жоқ. Жақпарды. Жоқ. Мен тыныс алдым. Онда тоқта. Тоқта, Мұстафа. Бұдан ары тоқта. Ол маған ұзақ қарады. Мен тоқтасам. Деді ол ақырын. Мен тоқтасам, мен ол жаққа қайтамын. Жалғыз. Білемін. Сен келмейсің. Жоқ. Онда мен жалғызбын. Иә. Менің дауысым ауыр болды. Иә, Мұстафа. Жалғызбың. Бірақ бұл сенің таңдауың. Сен 1985 жылы таңдадың. Сол таңдаудың салдары осы. Ол жер бос. Ол жер су. Сен соны білесің. Бірақ сен жасырдың. Адамдарға екінші өмір деп айттың. Жоғалтқандарың сонда деп айттың. Жалған айттың. Мұстафа ештеңе демеді. Тоқта дедім тағы. Өтінемін. Сол сөз өтінемін мен айтармын деп ойламадым. Бірақ айттым. Және ол шын еді. Мұстафа маған қарады. Ұзақ. Өте ұзақ. Содан оның бет жүзі өзгерді. Бірден емес. Баяу. Бір нәрсе сынды. Тастай қатқан бір нәрсе ішінен жарылды. Оны сырттан білу қиын, бірақ мен байқадым. Оның иығы 1 миллиметр түсті. Тек 1 миллиметр. Бірақ сол жеткілікті болды. Мен шаршадым, деді ол. Білемін. Ұзақ шаршадым. Дауысы ескі адамның дауысы. Алғаш рет. Мен сол жерде ұзақ болдым. Адамдарды іздедім. Олар келді. Кейбірі жылыды. Бірақ содан тағы кетті. Тағы жалғыз. Өйткені ол жер жылымайды, Мұстафа. Ол жер сенің ішіңнен суық. Жер емес сен. Ол маған қарады. Мен суыдым ба? Білмеймін. Бірақ сен жылынуға тырыстың. Дұрыс емес жолмен. Подвалда тыныштық орнады. Ол шам ызыңын тоқтатты. Немесе мен ести алмай қалдым. Мұстафа орындыққа отырды. Маңдайын қолымен ұстады. 24 деді ол. Мен санамадым. Олар келді. Мен жіберіп тұрдым. Санамадым. Енді білдің. 24 адам. Иә. Ол ұзақ отырды. Мен тұрдым. Ештеңе айтпадым. Кейде тыныш тұру ең дұрысы. Ерлан. Иә. Сен анаңа ұқсайсың. Дауысы жұмсарды. Мүлде жұмсарды. Апаң тік тұратын. Шынын айтатын. Жарамайды дегенді жарамайды дейтін. Ол жақсы адам. Иә. Ол демін алды. Мен оны жек көрмедім. Ешқашан. Ол мені қуып шыққанда да. Мен ренжідім. Бірақ жек көрмедім. Мен тұрдым. Мұстафа. Маңдайымдағы таңба. Иә. Кет. Кетерде ал. Бұл таңба маған керек емес. Ол маған қарады. Егер алсам, ол сырқатпен кет. Ауырсынады. Жарайды. Сен дайынсың ба? Иә. Ол орнынан тұрды. Маған жақын келді. Алғаш рет жақын. Мен шегінбедім. Тұрдым. Ол қолын маңдайыма тигізді. Суық қол. Тастай суық. Бірақ нәзік. Ауырсыну бірден келді. Маңдайдан бас арқылы мойынға. Секунд ішінде. Мен тістерімді қыстым. Шыдадым. Содан тоқтады. Мұстафа қолын алды. Маңдайымды ұстадым. Таңба жоқ. Тегіс тері. Мұстафа кейін шегінді. Маған қарады. Ерлан. Иә. Мен кешірім сұраймын. Ол тоқтады.
24 адамнан. Аяжаннан, Жағпардан, анаңнан, саған. Менен кешірім сұрама. Олардан сұра. Олар ол жерде. Онда барып сұра. Олармен бол. Жалғыз болма. Бірақ енді жібермей. Ол маған ұзақ қарады. Сен ерекшесің. Даусы ең ақырын. Мен сені бір рет сүйсінемін деп ойладым. Бірақ сен одан да артық болдың. Кет, Мұстафа. Кетем. Ол бұрылды. Бірақ бір нәрсе. Не? Сәрсенов. Оны жаза деп айтпа. Ол баласын іздеді. Жай адам. Қателесті. Ол іш жабды. 24 адамды жапты. Білемін. Ол өзі жазаланады. Іштен. Ол ұмытпайды. Ол ұмыта алмайды. Мен тоқтадым. Жарайды. Мұстафа баспалдаққа қарай жүрді. Мұстафа. Ол тоқтады. Бұрылды. Сен 9 жасында маған бір рет қарадың. Есіңде ме? Ол бір сәт ойланды. Иә. Мен сені таныдым. Сол кезде 9 жасымда білмедім, бірақ кейін фотосуреттен таныдым. Өйткені сен маған ұқсайсың. Мұстафаның бет жүзінде бір нәрсе жылтылдады. Тез. 1 секундқа. Бірақ бар болды. Иә, деді ол. Ұқсайсың. Содан ол жоғарыға шықты. Мен тұрдым. Баспалдақтан жоғарыда есік дыбысы. Дәліздегі аяқ дыбысы. Содан сыртқы есік. Ашылды. Жабылды. Тыныштық. Мен подвалда жалғыз тұрдым. Шам ызылдады. Стол бар. 2 орындық бар. Шыны банкалар сөреде. Мен жоғарыға шықтым. Дәлізден өттім. 1-ші бөлме бос. Ас бөлме бос. Жатым бөлме бос. Сыртқа шықтым. Нұр 18 алдында тұрдым. Аспанға қарадым. Таң ашық болды. Желсіз. Каспий алыстан ажарланып тұр. Телефонымды алдым. Бақытжанды шалдым. Ерлан. Мен шықтым. Жарақаттансың ба? Жоқ. Ол кетті. Тыныштық. Кетті дегенің. Кетті. Толық. Бақытжан демін алды. Ұзақ, терең. Мен бара жатырмын. Баламды кейін саған алып беремін. Кел. Телефонды жаптым. Апамды шалдым. Апа. Ерланым. Апа, мен жақсымын. Апам үнсіз тұрды. Содан жылады. Дыбыссыз. Мен оның демінен білдім. Апа, жылама. Ерланым. Ол кетті, апа. Кетті. Шынымен. Шынымен. Бірдеңе айтты. Саған айтты кешірет деп. Оның орнынан. Мен айтты деп айт өзіңе. Кешірет. Апам тағы жылады. Мен телефонды ұстап Каспийге қарадым. Ол күні аспан өте ашық болды. Жел болмады. Теңіз тыныш. Мүлде тыныш. Тіпті Ақтауда мұндай таң болмайды деп ойлайтынмын. Болады екен. Кейін көп нәрсе болды. Сәрсенов өз еркімен отставкаға кетті. Ешкімге ештеңе айтпастан. Наурызбаев ешқашан табылмады. Серік Жолдасов кейін маған хабарласты. Биыл жақсымын деді. Баласымен бірге екен. Асановқа бәрін айттым. Ресми емес. Жеке. Ол тыңдады. Жазбады. Тек тыңдады. Содан. Ерлан деді. Мен сенемін. Бірақ бұны ешкімге айтпа. Ешқашан. Білемін. 24 адам, олардың құжаттарын іздедім. Ешкімі жоқтар. Жалғыздар. Барлығы жалғыздар. Иә.
жалғыздық адамды алып кетеді. Мұстафасыз да. Ия, Асанов. Ол маған қарады. Сен жалғыз болма, Ерлан. Болмаймын. Мен сол жылы үйлендім. Бақытжанның үйінде таныстым. Оның әйелінің сіңлісі. Аты Гүлмира. Жылы адам. Тіке қарайтын адам. Бірінші баламыз туғанда мен ұзақ оның бетіне қарадым. Кішкентай ақшыл қысылған бет. Атын Мұстафа деп қоя алмадым. Асыл деп қойдым. Бірақ кейде ол ұйықтап жатқанда мен оның бетіне қараймын. Ол маған ұқсайды, деді Гүлмира. Мен Мұстафаға ұқсаймын. Ол жерден ол қарап тұрма. Жалғыз ба? Білмеймін. Бірақ бір нәрсені білемін. Сол бос, суық кеңістікте ол 24 адаммен бар. Олар ол жерде. Мүмкін шынымен жылында. Мүмкін жоқ. Мен ол жерде болған жоқпын. Айта алмаймын. Бірақ мына жерде, осы жерде, Ақтауда, Каспийдің жанында бір таң болды. Желсіз, ашық, тыныш. Және мен сол таңда жалғыз болмадым. Бұл жеткілікті. Бүкіл өмірге жеткілікті. Назарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.